Бір бөлке қара нанның ақ нанға қарағанда пайдалы екені рас па? Ал нанды етпен жеуге болмайды дегенге сенуге бола ма? Және глютеннен қорқуымыз керек пе? Бүгін біз сіздермен осы сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Біздің ойымызша нан тезірек тойуға және ұзақ уақыт тоқ жүруге көмектеседі. Сондықтан одан бас тартпау керек. Шындығында, егер артық салмағыңыз болса және оның ұлғайғанын қаламасаңыз, нанға шектеу қойған жөн. Нан айтарлықтай құнарлы тағам. Бастысы, оны жұмсақ сұрыпты ұннан жасайды. Өз кезегінде ол жылдам глюкозаға айналады. Нанның гликемиялық индексі жоғары, сондықтан қандағы қант мөлшерінің артуына, артық салмақ қосуға және бауырда май жиналуына ықпал етеді. Демек, нан жеуге болмайды ма? Иә, семіздіктен зардап шегетіндерге бас тартқан жөн. Ал өзгелеріне нанны негізгі тағамды толықтырушы деп қабылдағанымен, негізгі асқа қарағанда нанның құрамында калория мен жеңіл көмірсулар көбірек екенін естен шығармаған абзал. Әр нәрсенің белгілі бір мөлшері бар. Бір тілім нанның салдарынан калорияның тәуліктік нормадан аздап асуы айлар мен жылдардан кейін артық салмаққа алып келіп, екінші дәрежелі қант диабетіне шалдығу қатерін арттырады. Біздің ойымызша ақ нанға қарағанда қара нан пайдалырақ. Шындығында, екі нанның құрамы, көмірсулардың мөлшері мен құнарлығы бойынша бір-бірінен айырмашылығы аз. Қант диабетіне шалдыққанда ақ нанды қара түріне алмастыруға болады деген сөздер аңыз болып табылады. Олардың арасындағы жалғыз айырмашылық қара нандағы көмірсулардың көзі қара бидай ұны. Ол қышқылырақ, сондықтан асқазан сөлінің өңешке түсуінен зардап шегетіндерде аурудың асқынуын тудырады. Біздің ойымызша, нанның глютенсіз түрін жеген дұрыс, себебі глютен зиян. Шындығында, глютенсіз нан бұл күріш пен жүгері ұнынан жасалған нан. Жүгері ұнынан жасалған жұқа нан әлемдегі көптеген халықтардың асханасының ажырамас бір бөлшегі. Олар өте дәмді, алайда медицина тұрғысынан қарағанда оның кәдімгі ақ немесе қара наннан айырмашылығы жоқ. Бір ғана айырмашылығы олардың құрамында глютен, яғни кей адамдарда ішектің қабынуын тудыратын ақуыз жоқ. Қазіргі кезде желілік сарапшылардан ішектің тесілуі мен ұлы глютен туралы әңгімелерді жиі естіп жатамыз. Олар глютенсіз диетаны қажет етпейтін, адамдарға ағзасының глютенді көтере алмайтын дәлелдеместен немесе ол үшін LGG4 антиденелерді анықтауға арналған қан талдауын пайдаланып, диетаның осы түрін ұсынып жатады. Ал шындығында целиакияны анықтау жолы мүлдем басқа. Егер сізден мұндай диагноз анықталмаса, нанның қандай ұндан жасалғанның айырмашылығы жоқ. Ғалымдардың айтуынша, алғашынан осыдан 15 жыл бұрын кездейсоқ пісірілді. Содан қанша заман өтсе де, нан әр уақытта адамдардың басты асы болған. Қазіргі уақытта жаңа зерттеулерге байланысты ғалымдар үйреншікті нанның ағзаға зиян қасиеттерін таба бастады. Сонымен нан зиян ба, пайдалы ма? Бұл тек қандай нан екеніне байланысты деген қорытынды жасады ғалымдар. Ақ нан әйелдерде жүрек тамыр ауруларының даму қаупін 2 есе жоғарылатады. Батон, багет сынды нандарда ағзаға сондай қажетті Б тобының Е және ПП дәрумендері жоқ. Сондай-ақ обырдан қорғайтын селен де аз кездеседі. Пайдалы заттардың мұндай тапшылығы ақ нан пісіру барысындағы ұнның тартылу әдісіне байланысты. Күнделікті бірнеше тілім ақ нан жейтіндердің басқаларға қарағанда бүйрек обырына шалдығу қаупі жоғары. Бұған нан пісіруде қолданылатын ашытқы өз әсерін қосады. Ағзамызға түскеннен кейін ашытқы тез арада таралып жайылады. Ашытқы ағзаның табиғи микрофлорасын бұзып, бактериялардың дамуына көмектесе алады. Әр тілім ақ нан жеген сайын сіз бауыр, асқазан, ас қорыту жүйесіне зақым тигізе аласыз. Алайда нансыз ас жеу мүмкін емес. Сондықтан нанның дұрыс түрін таңдаңыз. Ең пайдалы нан бұталы дәндерден пісірілгені. Осындай нан ағзаға зиян әкелмейді, пайдасы да аз емес. Бұталы бидай, қара бидай дәндері ағзаны обыр мен сусамыр ауруларынан сақтайды. Бидайдың кебегі бұрын өндірістің қалдығы болса, қазірде кебек наны өте пайдалы саналады. Ол Б және Е топтарының дәрумендері мен микроэлементтеріне өте бай. Сонымен, нанның пайдалы не зиян екені оның түріне, ұнның өнделу әдісіне байланысты екен.
Достар, егер менің видеом сізге пайдалы болса, онда лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.